Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен таңғы ас ерекше болып шығатын таңғы астың рецептімен бөлісемін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Ең алдымен бізге 4 жұмыртқаны жарып ыдысқа саламыз. Оны жақсылап араластырып, үстіне сүтті құямыз. Барлығын жақсылап бір текст болып араластырып аламыз. Сосын үстіне шым-шым тұз салып, дәміне қарай сосын ұнды аз-аздан сала отырып, кішкене сұйықтау қамыр жасаймыз. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, ішіне шұжықты және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі, мысалға укроп, петрушка, әртүрлі көкөністерді де салсаңыздар болады. Ал мен тек қана шұжықты салдым, өйткені біздің үйдегілер көкөністерді, әртүрлі укроп, соларды онша ұнатпайды. Ал енді қызып тұрған табамызды кішкене ғана астын майлап, құймақ тәрізді етіп, үстіне аз-аздан құя отырып, пісіріп аламыз. Бетінде кішкене тесіктер пайда бола бастаған кезде екінші жағына аударамыз. Үстіне азғантай ғана сыр салып,
барлығын солай аз-аздан құйып, бәрін солай пісіріп аламыз. Не достар, біздің таңғы асымыз дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте ерекше, дәмді болып шығады. Егер де менің видеом ұнаса, ол комментарий жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.